Түбінде сен әйелмен қаласың ғой. Түбінде әйелің бала сағаңды жасап атқан напақаң бәрі ертең балам айтады, папа мен үйлендім, өзім семьям бар. Қызың ертең папа мен өзім күйеуім бар. Ертең қалатын сол әйелің да. Қаның ішіп, бытын шығарып қарайтын болсаң, сен ертең сол уже қасында бір овощпен жүресің да. Егер былай мәпелеп, дұрыстап, жаңа әйеліңге дұрыс аманат ретінде қабылдасаң, ертең екеуің жаңағыдай Италияның бойында, не знаю, Стамбулдың төрінде екеуің қол ұстасып, шал болсаңдар да, әп-әдемі болып жарасып жүресіңдер да. Бір-біріңе қараған кезде эмоция беретіндей, көздерің жанып тұратындай, өткені бір-бірлерің сүйесіңдер. Сол ең мықты сезім, ол махаббат қой. Сол өшіріп алмау керек та. Соны өшіріп алған соң көп әйелдер ауырып қалады, еркектер жаңағыдай қуып кетеді деген сияқты. Оны өшірмеу үшін ол бір-бірімен жұмыс жасау керек, жаңағы убеждениемен жұмыс жасау керек, қарсыласпау керек, төбелеспеу керек, қырық пышақ болмау керек. Бір-бірімен түсініп, бір-біріңді жаңағыдай дем беріп отыру керек та. Вот сол кезде ол дұрыс. Өйткені ол семья, ол мен еркек, мен әйел емес, ол команда кәдімгі. Ол біреу әлсіз болса көмектесіп тұрғызып жібересің, біреу құлап қалса көрсетіп жібересің, тұрғызып жібересің деген сияқты. Ол үлкен жұмыс. Сол себептен енді түсінетін біреулерге ол қазір подкаблучница деп айтуы мүмкін. Иә, сіз үшін солай. Сіз көрмей ақ қойыңыз бұны, қарамай ақ қойыңыз. Сіз өзіңіздің жаңа братандардың әңгімелерін жаңағыдай жасап, баняда отырып, арақтарыңызды ішіп, әйелдеріңіз ана жақта баламен жылап жатыр, бәрібір тосып кеткен нервасы, бәрібір сөйтіп жүре беріңіздер. Сіз үшін ол ақиқат. Біз үшін осы ақиқат, потому что менің жүрегімнің тыныштығы керек. Ол жүрегімнің тыныштығы тікелей менің әйеліме байланысты. Как ни крути. Сол себептен құрметті жігіттер, пікірлерін жазып кетіңіздер. Алдағы уақытта разборлар болады осы воскресенье күні. Бүгін де 21:00-де бүгін разбор болады. 22-де даже. Суббота и среда күні. Соған кіріп кетіңіздер, уже тіркеліп тұрады. Сол жақта біз ашық әңгіме сөйлесеміз. Енді бұның өзі көп екен, мынау айта берудің өзі. Біз жалықпаймыз бұл әңгімеден. Айтып жатырық, TikTok'та да айтып жатырық, бәр жерде айтып жатырық. Бірақ енді бұл біздің жұмысымыз ғой. Біз бұны жақсы көргеннен, әйтеуір бір семьяның дұрыс болып кеткенін қалап жатырық қой. Бір еркектің убеждениесі өзгеріп кетсе екен. Потому что баяғыдан құйтып тастаған ғой бізге. Анау біздің әкеміздің әкесінен келатқан нелер ғой бұлар. Убеждениялар. Сен қатынды былай ұстауың керек, қатын деген екінші орында, ол қатын деп. Ол олай емес жігіттер. Ол жүрегі оның гүлден нәзік нәрсе, ол бір сындырып алсаң, сен орнына келтіре алмайсың, ол бітті, короче. Поздно потом. Сен бір рет опасыздық жасасаң, бір сатқындық жасасаң, сен өмір бақи кешірмейді ол. Иә, оның көзі анық жетіп тұрса да, ол бірақ жүру мүмкін сен қасыңда. Жүру мүмкін, шыдау мүмкін, отбасы, бала-шаға ұят болады, ел үшін, сөз үшін шыдау мүмкін, бірақ түбінде сол ауру болады, түбінде сол жаңағы қиналасың, түбінде сен қиналасың. Сол үшін жігіттер, ну и нафиг, лучше ну и нафиг. Ол жаңағы қарап, дұрыстап, әйеліне дұрыс